Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Сұлушаш. Бүгін сіздермен өте дәмді, әрі қарапайым, құрамы да өте арзан тұратын, оның үстіне өте пайдалы салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлық керекті заттарды төменде описанияға жазып қалдыратын боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Ең алдымен асқабағымыздың ортасын шемекіден тазартып, одан кейін сыртқы қабығын осылай тазартып аламыз. Кейін асқабағымызды видеодағыдай бөліктерге бөлеміз, немесе одан да үлкен бөліктерге бөлуге болады. Ең бастысы өте жұқа етіп бөлмесеңіз болды. Барлығын бөліп алып, противенің үстіне қоямыз. Одан кейін қызылшамызды тазалап алып, оны да бөліктерге бөліп, противенің үстіне қоямыз. Өте жұқа қылмаймыз, себебі духовкаға салғанда олардың көлемі кішірейеді. Кейін үстіне тұз сеуіп, аздаған мөлшерде сұйық майымызды құямыз, және қызып тұрған пеште шамамен жарты сағат 170 градуста пісіріп аламыз. Асқабағымыз бен қызылшамыз піскеннен кейін салатты жинап бастаймыз. Ол үшін ең астына салатный листті жібердім мен. Сіздер қасына айсберг қоссаңыздар болады, немесе руккола жіберсеңіздер де болады. Және де петрушка қостым мен. Барлығын осылай салып алғаннан кейін үстіне аздаған мөлшерде сұйық майымызды сеуіп, үстіне бальзамический соусымызды жағамыз. Бұндай бальзамический соус барлық супермаркеттерде сатылады. Кейін дайын болған асқабағымызды өзіңіздің қалауыңыз бойынша бөліктерге бөліп, тарелкаге орналастыратын боламыз. Қонақтарыңызға да өздеріңізге де бұл салат міндетті түрде ұнайды. Өте дәмді, дәмі ерекше, оның үстіне өте пайдалы салат. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Асқабағымызды орналастырғаннан кейін қызылшамызды да бөліктерге бөліп, тарелкаге қойып шығатын боламыз. Әртүрлі түсті өте әдемі салат шығады. Кейін тағы үстіне бальзамический соусымызды жағып шығамыз. Өте көп жағудың да қажеті жоқ. Кейін үстіне творожный сыр, немесе фетаксын осылай қасықтың көмегімен қойып шығамыз. Менде творожный сыр осылай барлығын қойып шыққаннан кейін, ең соңынан үстіне бальзамический соусымызды сеуіп шығамыз. Бальзамический соусты өте көп пайдаланудың қажеті жоқ. Және ең соңғы штрихы осылай кунжутты сеуіп шықтым. Көрсеңіздер, өте әдемі салат шықты. Дәмі де ерекше, міндетті түрде дайындаңыздар. Ас болсын!